Қайырлы күн, ақтөбеліктер. Өкінішке орай, 1 мен 18 маусым аралығында Ақтөбе өңірінде 650 адам өкпе қабыну дертіне шалдықты. Оның 9-ы қайтыс болса, 22-сінің жағдайы ауыр қалды. Жалпы социал-демократиялық партиясы Ақтөбе облыстық филиалы облыста денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сүйенетін болсақ, қазіргі таңда облыста азаматтарды ауруханаға қалыпты орналастыру бойынша мәселелер, орындар жетіспеуде, орындармен қатар, яғни оларды емдейтін дәрігер мамандардың да жетіспеуі сезілуде. Әрине, өңірде ірі медициналық орталығы, оқу орны бар Ақтөбе өңірі үшін бұл ұятты нәрсе деп айтуға болады. Соған байланысты облыс басшылығы мен үкіметтің назарын келесідей іс-шараларды қолдауға шақырамыз. Бірінші, өңір бойынша пандемияға байланысты тест жүргізу мәселесін жалпылама ету, яғни бұқаралық ету, және оның құнын, яғни бағасын баршаға, бұқараға тиімді ету. Екінші, қазіргі таңда осы өкпе демікпесіне қабынуына байланысты азаматтардың көбісі үйінен ем шара қабылданып жатыр. Оған да мамандар жетіспеуде. Соған байланысты диагностикалық, яғни дистанционды түрде көмек беретін, кеңес беретін дәрігерлердің санын көбейтіп, оған өзге өңірлердің мамандарын тарттыру керектігін айтамыз. Үшінші мәселе, облыстағы бос ғимараттар бар. Сол бос ғимараттарды өкпе ауруына шалдыққан азаматтардың жеңіл түрлерін емдеу үшін солар үшін босатып беруді сұраймыз. Яғни үйде ем алғаннан көрі, сол жерде дәрігерлердің бақылауында болғанын дұрыс деп есептейміз. Соған байланысты Ақтөбе облыстық жалпы социал-демократиялық партиясы үкіметтен, облыс басшылығынан осы індеттің алдын алу бойынша тиісті барлық шаралар қабылдауын сұраймыз.